Ассалаумағалейкум, қазақ елі, армысыздар, құрметті көрермендер. Қазір таңда мен Түркістан облысы Кентау қаласында тұрмын. Кентау қаласының прокуратурасы мені ойландырып тұрған мына жерде. Деп бұрылсаңыз, мынау жол, прокуратурадан шығасызда жол, и бүйтіп бұрылсаңыз Кентау қаласының соты бір-біріне қарама-қарсы орналасқан. Бұл яғни мынау прокуратура атқарушы биліктің бір жұрнағы, ал мынау сот жүйесі бөлек. Елімізде бөлек билік, өздеріңіз көріп отқандай. Енді осы мекеме бір-біріне неғып қарама-қарсы орналасқан. Бұл қаншалықты заңға сай деген ойдамын. Қазір осы Кентау қаласының, яғни осы Кентау қаласының халыққа ең мұқтажына қызмет ететін әжетханасын көрсетем. Қазір Кентау қаласының, бұл сыртта орналасқан. Өздеріңіз көргендей әжетхана осы ғимараттың жанында орналасқан. Машиналар екібастан көріп тұрсыздар. Мемлекет қызметкерлерінің мінетін машиналар те қымбат. Мынау әжетхана жарылып, сырты жарылған, есігі мынау. Енді 21 ғасырға сай ма, сай емес па? Оны менің таң қалдыратыны осының іші. Мынаны өйстіп ашасыз. Мынаның ішінде жөң-жөң ілмешек жоқ. Мына екі жақта мына іші алқам салған. Мына сырттан іле алмайсың ең аяғы. Бір адам қарауы керек сияқты ол жерде. Қарап тұрып, ішке үстіңнен біреу кіріп кетпес үшін. Мынаны қалай орналастырған. Енді мынаның есігі міне, өздеріңіз көргендей жабас. Бұл өзі қисық тұр, ашылып кетеді. Ішіне іліп қойайын десең, жоқ. Ал мынау ішкі ілмешектері, ішкі әжетхананың мынандай баяғы қазақ байске. Мына жағында даже ілетіні жоқ, екінші жағында. Және ер, әйел адам деп бөлінбейді мынау. Кімге? Негізі біздерде туалет, әжетхана болғаннан кейін әйел ер деп бөлінеді, бұл жерде бөлінбейді. Өздеріңіз көргендей бағаларын беріп жатарсыздар, Құдай қаласа. Жақсы, құрметті көрермендер, көріп алғаннан кейін лайк басып, пікірлеріңізді жазып таратып отырыңыздар.